Алла тағалам, осы көркем есімдерімен сұраймын, және өзіне ғана жалбарынам. Уа шексіз мейірімді, және өзінен теріс бұрылғандарға мейірімділікпен қараушы Ханнан. Уа нағыз жақсылық пен игіліктің иесі, нығмет беруші Мәннан. Уа құлдарының жасаған ешбір ісін ескерусіз қалдырмай, қарымын беруші Дайян. Уа құлдарының жасаған күнәлары мен қатесін кешірімділігімен жасырып, оларды масқара болудан сақтап қалатын кешірімі мол Ғұфран. Уа құлдарына ақиқат пен адамгершіліктің жолын көрсетіп, өзінің және барлық жаратылыстың бар болуына дәлел болған Бурхан. Уа нағыз салтанат пен биліктің иесі Сұлтан. Уа бүкіл кемшіліктер мен нұқсан қасиеттерден ада, пәк, кіршіксіз және кәміл Субхан. Уа бүкіл тіршілік атаулының жәрдем тілеп, көмек сұрайтын жалғыз жәрдемшісі, сүйеніші Мұстан. Уа өзінің жаратқандарын шексіз нығметтерімен азықтандырып, өсіруші, және оларға өздерін баяндай алатындай күш беруші. Уа әр түрлі қауіп-қатерден сақтайтын күштілік пен батылдықтың иесі. Я Алла, сен ұлықсың, сенен басқа құдай жоқ. Тек өзіңнен ғана жәрдем тілейміз. Бізді тозақ отынан сақтай көр.